Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, ерекше жұмсақ болып шығатын, ортасына творог қосылатын сочниктер дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға шекерімізді саламыз, үстінен бір жұмыртқамызды және ерітілген сары майымызды қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Үстінен 100 грамм қаймағымызды қосамыз, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Дайындап алған сұйық массамызды әзірге шетке қоя тұрамыз. Бөлек ыдысқа електен өткізілген ұнымыздың үстіне 1 шай қасық қопсытқышымызды, яғни разрыхителімізді қосып, жақсылап араластырып дайындап аламыз. Алдыңғы дайындаған сұйық массамыздың үстіне аз-аздан қоса отырып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамыр бізде осындай жұмсақ болуы қажет. Жұмсақ болған қамырымызды 15 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз, яғни холодильникте 15 минут тұру қажет. Осы арада салмасын, яғни начинкасын дайындап аламыз. Ол үшін бізге қолдың сүзбесі немесе дүкеннің сүзбесін алсаңыздар да болады. Домашний творог алдым. Творог сіздерде дүкендікі болса да жарай береді. Үстінен шекерімізді саламыз, оның үстінен қаймағымызды саламыз. Сүзбеңіз міндетті түрде қатты сулы болмағаны жақсы. Сол кезде ағып кетпей, формасын жақсы ұстап шығатын болады. Үстінен жұмыртқаның ақуызын және осындай кукурузный крахмал, яғни жүгері крахмалын қосатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып дайындап аламыз. Осымен біздің салмамыз дайын. Осы арада біздің қамырымыздың да уақыты келді. Қамырымызды тоңазытқыштан шығарып, оқтаудың көмегімен тегіс етіп жайып алатын боламыз. Қамырдың қалыңдығы шамамен 4-5 мм шамасында болуы керек. Қалыңызша одан да жұқарақ немесе қалыңырақ жасасаңыздар болады. Дайын болған қамырымызда арнайы дөңгелекше кескіштер болса, сондай кескіштермен кесеміз. Ал егер ондай болмаған жағдайда мен сияқты кез келген пиалаймен немесе қандай да бір дөңгелек затпен кесіп шықсаңыздар болады. Артық қамырларымызды жинап, зуала жасап қоямыз. Артынан тағы да оларды да жайып, осылай дөңгелек формамен жасап сочниктер дайындайтын боламыз. Енді осы дайындап алған қамырымызды сәл ғана сопақша етіп жайып аламыз. Ішінен сүзбемізді, яғни салмасын саламыз. Шетін жай ғана бекітіп, дәл видеодағыдай жасап аласыздар. Осылай салмасын салғаннан кейін екі жанын ғана бекітеміз. Ортасын ашық қалдырамыз. Дәл осы күймен пергамент қағаз төселінген противнімізге салып, үстінен жұмыртқаны сарыуызын жағып аламыз. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған пешімізге салып, 25-30 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Осымен біздің сочниктеріміз дайын. Әдемі түр берсін деп, мен осылай ыстық күйінде үстінен тағы да сахарный пудрамен әсемдеп шықтым. Бұл міндетті емес, қалаңызша осылай жасап шықсаңыздар болады. Жұмсақ, өте дәмді сочниктеріміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Алдағы уақытта шығатын жаңа қызықты рецепттер жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған арайлым.